Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Санчо. Яғни тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай работаның екінші сериясына қош келдіңіздер. Бүгін біз тағы да жұмыс істейтін боламыз, кішкене машиналар сатып сөйтіп ақша табатын боламыз. Ал енді видео өте қызықты болды. Лайк басып арна тіркеліп кетейік. Видеоны бастайсап, ревардты жазып қаламыз. Ревардты жазсақ, бізде кішігірім скиндар, сондай заттар қойған тұғым. Солардың бәрі сатылып кетті, әдемі болды. Міне біз водоға келіп жеттік. Резко, работа жасап кететін боламыз. Так, мен мына жерде инверторымда так не бар? Катанан аптсап, мен осы рюкзак тағып алатын боламын. Так, міне все тағып алдық. Ал енді біз судың астына түсіп андай 6 зат табатын боламыз. 6-ма 5-ма береді. Біз қазір контейнерде жүріп, пайдей қателеспесем 6 зат беру керек. Міне уже біреуін алдық. Екіншісіне де қазір алдық міне. Тек үшіншісін де алдық. Так, ал енді төртіншісі примерно мен ойымша осы контейнердің ішінде болады. Төртіншісі ше. Міне все төртіншісінде алдық. Ал енді біз бесіншісіне де келіп жеттік. Так, бесіншісін тез аптсаймыз. Ал енді примерно қазір алтыншысының артында болу керек ше, пайдей қателеспесем. Жоқ, қателесіп тұр екенмін. Ол алды жағында примерно деп. Мен бұрында водо істеген болатынмын, бірақ қазір істемей қойғам, өйткені біраз уақыт менде аккаунттың уровені көтерілмеді. Сол уақыттарда мен аккаунтты көтеріп жүрдім. Сөйтіп енді 19 уровеньге жеттім. Ал енді міне уже біз келдік. Жаңағы заттарды сататын боламыз. Так, міне біреу бізге вообще 6 зат болды. Так, мынау екіншісі, мынау так, үшіншісі. Примерно мен ойымша сол осыдан так 20 мыңнан есептесек, бізге 6 затымыз 150 мың ба сондай теңге табатын боламыз. 24 мың бар. Сөйтіп тапқанда біз міне екінші заказға да барамыз. Міне екінші заказды да бітірдік. Так, міне екінші заказды да жасап тастаймыз. Тік басып. Так, мен көретін болам, сет па бір бөле құрайтын жерім. Так, міне болды екінші заказдікі де. Міне так, ал енді біз мына жерге машинамызды парковать етіп қойық. Алдында түсін бояған, бірінші серияда түсін бояған BMW-ның осы жерге парковать етеміз. Так, карды өзгертіп, ал енді біз заказ алатын боламыз. Так, мен қолымда қазір примерно 500 мың теңге бар. Ал енді так, біз келдік. 17 мыңға нені аламыз. Так, заказ аламыз. Ал енді біз заказға баратын боламыз. Міне уже біз заказы біттік. Мен сендерге 5 минуттық зат болуы мүмкін, бірақ мен үшін ұзақ болды. Общий сіздерге аз болуы мүмкін. 5 секундтық арасында. Мен арасынан қысқартып сөйттім. Уже мені мен қолымда 1 миллион теңге бар. Ровно емес енді. Ал енді мені так, біздің ходка бітті. Так, енді біз нені көрсетеміз, инвентарға кіріп, скинді үстіп киіп алатын боламыз. Ал енді мені так, мен маркетплейсқа заттар қойған болатымын. Так, маркетплейс заттарым сатылған екен. Көр жерін так. Ой, сатылмама не оқылды? Қолдау деймін. Так, мені сатылыпты 180 мыңға, 77, 222 мыңға сатылып кетті. Енді біз немен өледі ақ. Так, біз енді ревардқа кіріп, соның бәрін ақшасын алатын боламыз. Так, чың айтып тез аптаймыз болды. Мені бізде осындай болды жағдай дейтін. Мені мен бір подписчигім келді да
менде подарка бар дейді, и осы маған Аяз ата скинін береді, от души саған. Менде осы анау осы машина же BMW E39 көк түске бояған. И мен осы E39-ды короче мынау балаға мен 950 мыңға сататын болдым. Мына жерде 1 миллион 100 мың 1 миллионға қойғам, негізі 1 миллионға алмаймын дейді. Ол жарайды дедім да, короче маған ақша керек болған екен. 950 мыңға бұған сата салдым мен. И так жібердік, и қабылдайды ол вообще. Давай қабылда тез, уақыт жоқ. Посешін оны ойланады. Бәсе, хорош. Красавчик. Менде, короче, анау full E34 бар емес па? Спорт, комфорт, дрифт дегенше, гидровалка. Сонымен осындай Blackbass'ın бір машинесімен ауыстырайын деп жатырмын. Бұл Blackbass'ın машинесі селкары 700 мекен, 1 миллион 700 мекен. И мен бұны возможно болатса, анау мен E34-ті мен вообще 2 миллион, болмаса 2-де 2-ке сата аламын ба деп шығарсам, бұл жақта адам жоқ екен. Именно біз ауыстық. Перекуп жасайын. Именно осы машинаны короче сататын боламын. Бұл маған керек емес вообще-то, не істеймін бұл мен. Бір өзіме бір нормальный, бір кішкентай ба, болмаса бір өзіме удобно бір машина ала салам. И так бұны мен бұған 2 миллион 500 мыңға сататын болам. Так кейде айтып, о басайық. Тоқта. Бұған так выгрузи кар деп жазатын боламыз. Так и жаздық. И бұл так выгрузитсе, бұған мен сатып жіберсем, мен қолымда қазір 5 миллион болады. Так и все дейді. Так и бұған тастадық. Қабылдасы ішіне ұзақ ойланасыңдар, түбі аласыңдар ғой. Молодец, красавчик. Поднял, давай, короче. Вообще мен, короче, өзіме осындай көлік таптым. И осы көлікті мен сатып алатын болам қазір. Кидай деп жазып жібердік. Бұл енді ұзақ тұрмай, ойланбай тез маған сатып жіберсе, мен бұны сатып алсам, так жіберді маған 1 миллион 100 мың. Ехала сатып алдық. Міне уже бізде 1 миллион 100 минус. Бұл машинаның түсі вообще ақтау екен, маған ақтау ұнамайды. Бұл машинаның чуть-чуть түсін өзгертпсем, чуть-чуть болғанда плотно өзгертпсейтін болам. Ал енді так маған мына машинаға қандай свет қойсам болады. Так ұзақ ойланатын болдық қой. Бұл Матиз ба, не еді? Ларгус па, ладаң бір түрі ғана. И так цветін қоймай тұрып, так дискасын ақ светке қойып жүрікші бұл машина. Так дискасын ақ светке қойдық. Ал енді так бізге мына жерден кузовтар жараспайды болған, Ал енді так мына жерде қандай светке қойсақ болады? Сарылау да жарасады, и болмаса көктеу ма, ашық көктеу ма, көру керек қой бұған. И так по идее осы көк әдемі тұрады, болмаса сары қойын ба. Сарыдан да қызыл жақтау ма, болмаса так и болды, осыны сатып алам, короче. Именно осы сары. Вообще полный мен осы машинам сары светке боятын болам. Так свет нені срабаскок, так сап-сары жоқ былайынан қоям да, сап-сары светте так 34 мың рульге кетті. И так бізде дополнительный срабаскок бар ма? Бар екен, 4-ші детал. И дальний свет бар екен. Жоқ қойшы, мен срабоктан бірінші деталды қоятын болам. Маған 4-ші детал ұнамай ма бір түрлі. И біз мынандай астына жанып тұрған свет бар емес па? Сонда біз бүкіл түсін сары түске қойып шығатын боламыз. 57 мың теңге минус. Так и нағандай так и болғанда 57 мың кетсе 200, 400. Примерно бүкіл сары светке бояйтын болса, менде 350 мыңдай маған кетіп қалады екен. И бәрібір біздің қолда 3 миллион теңге бар. И бізге бәрібір именно X бастық, именно соска сап-сары свет болды. Короче, казиноға бара жатсам, атысып кете салайын дедім да. Осы жерге келдім. Так бізде уақыт бар екен. Так бір минус, так тырс өткізіп, екіншісі минус па? Жоқ, минус емес екен. Так мына жерде так өңкей нелер қалып кетті. Біз ұтамаймын мен, бұна. Бәсе, мен ұтамаймын. Аздақ секунд қапты. Бізге тез қашу керек бар. Газ бас. Молодец, газ.
казиноға бара салатын боламыз. Жорт жолы казиноға соғып кетеміз. Міне уже блэкджекке келіп қойдық біз. Казино ішіне кіріп 350 мың тіктім. Итак 10 секундтан кейін басталатын болады. И бізге қанша түссе, достарымызға да қанша түсетінін көретін боламыз. Мына екеуі мен досым емес, просто әшейін айта салым. Так, міне 350 минус болды. Так, бізге 11 түсті, жерге 10 түсті. Так, бізге қанша береді? Охо, бізде блэкджек болып кетті, достар. И міне біз смело ұтып тұрмыз ғой. И так, 14. Еба, нағанда блэкджек түсті. И екеуміз смело ұтып тұрмыз. Уайымдамай қойсақ та бола береді біз екеумізге. И так, бұған қанша түсті? Так, бұған 6 түсті. Ойбу. Мен егер ортасында тұрған блэкджек түскен менкі. И так біз жерге 20 біз ұттық. Смело ғой. Әшейін ұту дейді. Міне так. И біз қайтадан 350 мың тіктік. И міне біз басалды. Екінші оп тұрған мен. И тағы да маған 10 түсті. Так. И ана 11 түсті. И маған 19 түсті. Сюда әдемі. Красавчик оп тұр. Ана 18. И так жерге 16 или 17 түсті екінші. Ұтып кететін. Так. Башқот. Так. Хватитті баса саламыз. И жерге 16 сюда ғой. Менде мына жерде 2 бомжарский жинап қапты. Так, бұны біз ашып тастайтын боламыз. И кеттік ал. Біреу кетті. И бізге тұрды да VIP голд берді. Бұны қазір расплейт ете саламыз. Өйткені маған расплейт еткен керек болады. И қанша 16 XP. Маған не үшін керек маған 16 XP? Мен өзім уровенім 18-ден асып кеткен. Так, оны аяқта 2 бомжарский саламыз. Наны аламыз. И так, наны расплейт ете саламыз 20 пылға. И так, қайтадан ашатын боламыз. Көргендеріңізде менде 1080 пул болып тұр. И 2000-ға жетеміз. Кейін Құдай қаласа асой кес ашатын боламыз. И мені бізге бастысы бұнда расплейт ете саламыз. И так, тағы да ашатын боламыз. Бізге и жүгілі түсті. Бұл жүгілікте расплейт ете саламыз. И біздің расплейміз 1120 болды. И все, блэккоинді аламыз. Видеоны көргендеріңізде мен барынша ұзақ қылдым. 12 минут қылып шығардым. Ал енді видеоның еңбегін бағалап лайк басып арна тіркеліп кетейік. Комментарий жазыңдар, мен обязательно комментарийін оқитын болам. 3-ші серия тез көргілеріңіз келсе 10 лайк жиналса резко 3-ші серияны шығаратын боламын.